Сәлеметсіңдер мен балалар. Бүгін біз дүниетану пәнінен салт дәстүр және ауыз әдебиеті бөлімі бойынша Қазақстанның рәміздері тақырыбымен танысамыз. Балалар, бүгінгі сабақта Қазақстан Республикасының рәміздері туралы білесің. Тудың маңызын анықтауды үйренесің. 1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі мемлекеттік рәміздерді қабылдады. Ол еліміздің Конституциясының 9 бабында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туы, елтаңбасы және гимні бар. Олардың сипаттамасы және ресми пайдалану тәртібі конституциялық заңмен белгіленеді деп жазылған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған. Күн және оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясында шаңырақ түрінде бейнеленген. Шаңырақта айнала күн сәулесіне тарап оқтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде 5 бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, оқтардың, қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-ақ Қазақстан деген жазу алтын түстес. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлиханов. Бұрын менің Қазақстаным әні ретінде танымал болған Қазақстанның гимні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша 2006 жылдың 6 қаңтарында еліміздің парламентінде бекітілді. Бірінші рет ол 2006 жылы 11 қаңтарда мемлекет басшысының салтанатты оқтау рәсімінде орындалды. Әннің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімединов пен Нұрсұлтан Назарбаев. Балалар, мемлекеттік ту қандай жағдайда көтеріледі? Бірге анықтайық. Ол үшін мына бейнезікке назар аударайық. Ата, қараңыз, менде еліміздің туы бар. Айналайын құлыным, сен оны қайдан алдың? Бір орыс баладан тартып алдым. Не дейді? Бейсебетіне тағып алыпты, біздің туымызды қор қылып. Бұл ісің дұрыс болмапты, ят болды ғой құлыным. Неге? Ол орыс емес пе? Әлгі орыс бала да Қазақстан азаматы балам. Туымызды қадірле білген екен. Осындай өзге ұлт өкілдеріне біз тек ризалығымызды білдіруіміз керек. Не үшін, ата? Уақытта жақындап қалыпты. Теледидарды қосайық. Қазір финалға біздің Ильямыз шығады. Құдай қаласа ол екінші мәрте Олимпиада жеңімпазы болайын деп жатыр. Қазақстан, алға, Қазақстан! Қазақстан жеңді, алға Қазақстан! Сіздер неменеге қуанып жатырсыздар? Илья қазақ емес қой? О не дегенің құлыным-ау? Илья дәл қазір бүкіл әлем алдында Қазақстанның абыройын көтерді. Соның ерлігінің арқасында мемлекетімізді дүние жүзі танып жатыр. Қазақстанның бақыты оның көп ұлттылығында деп айтқан Нұрсұлтан атаң. Осы есіңде болсын, балам! Алтынның аспаны, алтынның даласы, ерлігін дастаны, ерліге қаршы. Ежелден ерліген
шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматының қасиетті борышы. Мемлекеттік рәмізді құрметтеу елді, халықты, тарихты және әдет-ғұрпты қастерлеу болып табылады. Ал олай болса, балалар, мына тапсырмаларды орындап көрейік. Берілген суреттердің бәрі қайда бейнеленген? Еліміздің елтаңбасын тап, онда не бейнеленген? Ал енді балалар, дәптермен жұмыс орындайық. Қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Балалар, бүгінгі сабақта сендер еліміздің рәміздері туралы біршама мәліметтер алыңдар. Енді сабақты қалай түсінгендеріңді бас бармақ тәсілі арқылы қалай бағалар едің? Бүгінгі сабақ сендерге ұнады деген ойдамын. Сендер тәуелсіз елдің ең жас ұланысыңдар. Сондықтан өз жеріңді, өз еліңді қадірлеуге, қорғауға тиіссің балақай.